Баршаңызға сәлем. Менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен голубцы жасайтын боламыз. Жаз мезгілінде морозильникке сақтап қойған болгарскийларымнан жасайтын боламыз. Ең алдымен ет тартқыштан етімізді өткізіп алып, үстіне жібітіп қойған күрішімізді қосып аламыз. Енді пияздарымызды майдалап турап қосатын боламыз. Достар, менің видеомды соңына дейін қараңыздар. Ешқандай құпиясын қалдырмай сіздермен бөлісетін боламын. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Ол мен үшін өте маңызды. Егерден пікірлеріңіз болатын болса, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Сіздер белсенді болсаңыздар, мен де белсенді болып видеолар шығарып отыратын боламын. Голубцы тамағымыз өте дәмді болып, жаз мезгілінде жасалған голубцилар сияқты дәмді болып шықты. Осылай қыс мезгіліне сақтап қойсаңыздар болады екен, ештен кетпейді. Жасайтын кезде бір 4-5 минут бұрын болгарскийларымды шығарып қойдым. Қазір фаршын дайындап, ішіне салып алатын боламын. Пияздарымызды турап алдық. Дәмдеуіштерді енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қосасыздар. Мен қызыл бұрыш, қара бұрыш және тұз қосып, жақсылап барлығын араластырып аламын. Барлығы біркелкі болғанға дейін жақсылап араластыру керек. Кішкене су қосып жіберсеңіздер де болады. Себебі күріші сорпаға түскеннен кейін кішкене ісініп әдемі болады. Голубцеміз жыртылып кетпеу үшін су құйып қоюға болады кішкене. Фаршымыз дайын болды. Енді голубциларымыздың ішіне салып шығамыз. Дайын болды. Осылай барлығының ішіне салып, ортасын кішкене тесіп қоятын боламын. Себебі күріш ісінген кезде голубциларымыз шашылып, шашырап кетпеу үшін. Өте оңай, жеңіл тамақ қой. Тез жасап берген кезде балдарға қатты ұнайды. Асығыс кезде уақытыңызды көп алмайды. Мұны голубцилардың бәрін жасап тығып алдым фарштардың ішіне. Енді қазанымызды қойып, ішіне майымызды қыздырып алып, пияз қуырып, сорпасын қайнатып қоямын. Пиязымыз сап-сары болғанға дейін қуырып аламыз. Сарғайғаннан кейін сәбізімізбен картошкамызды қосып та қып-қызыл болғанға дейін жақсылап асықпай қуырып аламыз. Достар, тағы да алдағы уақытта қандай видеолармен бөліскенімді қалайсыздар? Өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарий бөліміне жазып қалдырыңыздар. Кішкене томат қосып жіберіп, оны бір-екі қуырып жібергеннен кейін үстіне осы голубциларымызды қосып, су құятын боламын. Қайнаған су болса жақсы. Менде қайнаған су құйған жоқпын. Мен мұздай су құйып қайнататын боламын. Лавровый дәмдеуіштерді осы кезде қосып қойсаңыздар болады. Өте дәмді, керемет сорпа болып шықты. Жарты сағат 45 минуттың ішінде дайын болады. Голубцимыз дайын болды. Жасап көріңіздер достар. Менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Алдағы уақытта да өте пайдалы, қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.